Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям шашы. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям аттары: Мұхаммад мадақтаулы, Ахмад мақтаулы, Хамид мадақтаушы, Махмуд мақталған, Хашир жинаушы. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям шашы туралы әртүрлі хабарлар бар. Әнәс ибн Малик айтты: Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям шашы құлақтың ортасына жетіп тұратын еді. Айша анамыз айтады: мен пайғамбарымызбен бір ыдыста шомылатын едім. Шашы иығына түсіп тұратын еді. Жаны құлақтың жұмсақ жеріне жететін еді. Әли Толиптің қызы Умму Хани анамыздан жетеді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям Меккеге келген кезде шашы 4 өрім болған, яғни 4 жерінен өріп қойған еді. Ол кезде шашты өру батырлықтың белгісі еді. Қазіргі заманда олай емес. Ибн Аббас айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям шашын ұзыннан жіберетін. Мүшриктер шаштарын оң және сол жаққа бөліп қоятын еді. Кітап иелері болса шаштарын бөлмей ұзыннан жіберетін. Ешқандай бұйырылған нәрсе болмаған соң кітап иелеріне ұқсағанда жақсы көретін еді. Кейін шашын бөліп қойды. Пайғамбарымыздың кітап иелеріне ұқсағысы келгені, олар хаққа жақын еді. Мүшриктерге қарағанда оларда шариғат бар, пайғамбар жіберілген болған себепті. Әрі олармен басында құбыламыз бір болды, яғни Құддус. Сахабаларды шашын жіберіп, бірі екіге бөліп жүретін болған. Алла елшісіне ұқсау мақсатында. Қорыта келсек, пайғамбарымыздың артқы шашының ұзындығы иыққа жететін. Жаны құлақтың жұмсағына дейін жететін болған. Құлағының ортасына жететін деген себебі, пайғамбарымыз шашын алдырған кездері де болған. Әр сахаба сол өсіп келе жатқан уақытында көргендерін баяндаған. Байқасаңыз, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям жүзін сипаттаған тек кіші сахабалар, ал үлкен сахабалар Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям жүзіне қарай алмаған. Біріншіден, айбаты болған. Екіншіден, жүзі толған айдай нұрланып тұратын.